Сәлем қыздар, бүгін сіздермен сырникидің рецептімен бөлісемін. Видеоны ақырына дейін міндетті түрде қарап шығып, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, шашылып қалмайтын бір жасағаннан шығатын рецепт. Бізге керек зат ыдыс, марля керек. Марляның үстіне творогымызды салып алып, творогтың бойындағы артық суын сығып алып тастаймыз. Сығылған творогтарымызды осындай ыдысқа салып алып, оның үстіне мен 2 столовый ложка манный крупа салдым, және де 1 столовый ложка қант салдым, және 1 жұмыртқаны салып, жақсылап вилкамен езіп араластырып шықтым. Қыздар, менің творогым жұмсақ, сондықтан мен вилкамен ездім. Егер де қатты творог болса, блендермен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Мінекей, осылай езілген дайын болған творогымызды енді бөліктерге бөліп, қолымызға алып, шарикке жасап аламыз. Мінекей қыздар, мен барлық творогтан осылай шариктарды жасап алдым. Енді осы шариктарымызды столдың үстіне ұнды сеуіп, 2 бетін ұнға былғап, форма жасаймыз, сырникидің формасын шығарамыз. Қыздар, сіздерде егерде домалақ формалар болса, сіздер сондай формамен айналдырсаңыздар болады. Форма жоқ болса, осындай домалақ ыдыстармен шеттері ровно шығу үшін осылай айналдырамыз. Мен стаканның да көмегімен осылай шетін тегістеймін, стаканды кигізіп. Бұл міндетті емес қыздар, бұл жай шеттері қисайып тұрмау үшін, ровно шығу үшін ғана осылай жасаймын. Енді разностың үстіне мен пергамент қағазын жайып, барлық сырниктарымды осының үстіне жайғастырамын. Пергамент қағазына салсаңыздар қыздар, жабысып қалмайды морозильникке қатыру үшін. Мен қазір бұл сырниктарды морозильникке салып қойып, кейін жасаймын. Сондықтан пергамент қағазын жайдым. Сіздер сразу пісіре берсеңіздер болады. Қыздар, және де осындай сырниктердің арасына начинка салсаңыздар болады. Мен шоколадты салдым. Шоколад салу міндетті емес, әртүрлі жидектер салсаңыздар да болады, әркім өз қалауы бойынша. Балдардың сүйсініп жеуіне жақсы, сондықтан мен шоколад салдым. Енді екінші бетіне тағы бір шарикті қойып, дәл солай формасын шығарып, дәл солай қоямын. Мінекей қыздар, мен барлық сырникиді жасап алып, осылай енді осы сырниктарды мен морозильникке қатырамын. Мінекей қыздар, мен морозильникке салған сырниктарымды алдым. Енді қазір осы сырниктарды қуырамын. Ол үшін сковородкеге азғантай сармайды салып ертіп алып, осылай сковородкеге сырниктарымызды жайғастырамыз. 2 бетін қып-қызыл қып қуырып аламыз. Мінекей қыздар, бір беті қуырылды, екінші бетін мен аударып, барлығын аударып болғаннан кейін сковородканың бетін бір 30 секундқа азғантай уақытқа жауып аламын. Мінекей қыздар, сырниктарымыз дайын, 2 беті қуырылды. Сондай жұп-жұмсақ әдемі сырниктарымыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер, видеоны толық қарап шығып, жасап көріңіздер. Ас болсын қыздар. Егер видеоларым ұнаса, лайк басып кетіңіздер.